Сыйлаңдар маған ғұмырдың тәтті түн күнін, қажытып бітті уыты арзан күлкінің. Еркін боп өскен жан едім жастан елгезек, мінезі бар ғой қанымда менің жылқының. Қиыңдар маған көктемнің мөлдір сезімін, қинаумен болды қиынға салған төзімін. Абайда ұлы, Пушкинде ұлы түсінен, өлеңде бірақ болуы керек өзінің. Сыйлаңдар маған жаздың бір ыстық аптабын, жалын боп қазір жанатын нағыз шақтамын. Арайлы күнім, бітпеген әлі ісім бар, өтінем сенен сұрарым ерте батпағын. Сыйлаңдар маған күн менен түннің азабын, біткенше демім өміршең өлең жазамын. Ал бітсе демім жерлеңдер қоңыр төбеге, жатайын естіп көктемгі төлдің мәз әнін. Өмірінің соңына дейін қасиетті қаламды қолынан тастамай, қазақ поэзиясының төрінен ойып тұрып орын алған Қазақстан журналистер жазушылар одағының мүшесі Кәрім Сауғабай Алталаштың арда азаматы. Оның қазақ балалар әдебиетіне сіңірген еңбегі ауыз толтырып айтарлықтай. Бүгінгі балалар Кәкеңнің өлеңін оқып, өсіп буынын бекітті. Демек, уақыт өткен сайын ақын қазақ ұлттық балалар әдебиетінің классигі болатынына еш шүбә жоқ. Кәкеңнің туған ел жұртына, кіндік қаны тамған Егіндібұлаққа махаббаты бөлек. Осы махаббат ақынның жүрегінен жалынды жыр шығуына үлкен себеп болды. Сондықтан шығар, әйгілі композитор Илья Жақановтың Балқантауға арнаған әсем әндері осы Кәкеңнің ұйытқы болуымен, қолқасымен дүниеге келіп, қалың қазақтың рухани қазынасына айналып отыр. Ақиық анасының алтын құрсағынан ақын болып туып, халықтың бет құстар санаулы азаматтарының бірі болды, һәм бірегейі. Егіндібұлақтың, Балқантаудың гимні іспеттес болмаған көрінеді. Серік Ақсұңқарұлы интернетте Балқантауда кім бара деп есін алғаны бар. Сіздердің мына 80 жылдығын орай конференция өткізіп, еске алып жатқандарыңызға рахмет. Бұл кісінің рухы бұдан сайын биіктей берсін. Жора жолдастары, туған туыс балалар аман болсын. Өзіміз де аман есен болайық. Сіздерге осы атсалысып конференцияға өткізіп жатқан істеріңізге табыс тілеймін. Сіздерге үлкен рахмет.
Çıktı kökçekte aray aray Göz talıda balkanı tavgaya Deriha karay karay Armanda ömer bakri Ahvaldan katan Sözsüzlük etemez beyan Deriha Bulutlarday oynap salgan asmanımda Sol günü dertte gitti ayağım Deriha kaskağımda Alandan balkanı Нан туралы өлең. О адамдар, айтарым бар. Нанды баспаңдар. Онда қол жетпейтін аспан бар. Әлі ешкім жазбаған дастан бар. Өтініп сұраймын. Ана бол, дана бол, бала бол. Нанды баспаңдар. Ол биіктен төгілген мөп-мөлдір зәмзәм суынан өседі. Нан өмір, нанға пірім деп, нанға жарым деп табынам. Даланың арынан, даланың таңынан, даланың жанынан, даланың қанынан өседі. Нанға үлкен жүрекпен қараңдар. Нанды өмір деп санаңдар. Нан болмаса, қызығың, бақытың, құр әуре, далбаса. Нансыз тыныштықта болмайды. Көкіректі мұң, жерді шаң торлайды. Екі ел бірін бірі жалмайды. Елімнің құдіретін асырып тұрған, менің де, сенің де, оның да мерейін үстем ғып тұрған дән емес пе? Дән ән емес пе? Дән нәр емес пе? Дән нәресте, дән тіршілік тоқтамайтын. О адамдар, тіршілік арнасын сақтаңдар, диқанның еңбегін тер төгіп ақтаңдар, әр дәнді жоғалтпай, өмірдей сақтаңдар. О адамдар, кеңпейілдер, бірден жолда жатса, ұлылықпен еңкейіңдер.
Мәди Бапиұлының соңғы сөзі. Келемін күн мен түнді алмастырып, сызулы тірлігімді жалғастырып, бір күні соңғы жолға шығарарсың, қарсы алған ару күнім алғаш күліп. Жалған деп, жарық дүние өкінделең, өмірде өкінбеуге бекінгенем, күзетіп жер аспанның амандығын, арман жоқ, жатсам желдің өтінде мен. Пенделер таслақтырды тасадан кеп, біріне артық мінез жасағам жоқ. Аранда біраз уақыт сайран салдым, жүріңдер, бар тілегім қошаман боп. Кемтарға пана болдым, жалықпадым, біледі өмірімнің халық бәрін. Біріңе енді менің бөгетім жоқ, қара жер, қойныңда табыттамын. Тірлікте әрлі берлі болады екен, жазықсыз көзің жас болады екен. Адамдар өмір бақи құшағыңда, жеткенше өліп өшіп қалады екен. Басыңа төнген қара бұлт қайғы мұңды аспан, тайгада жүріп тай бауырылмен сырласқан. Мен үшін жәке байлқан таусыңды биіксің, келесің жырлап қазақтың шерін тым басқан. Қонатын едік, ұшатын едік жел тербеп, сері сезінбе, кері беріп сезінбе ертерек. Алда барып Мағжанның жырын тыңдаған, бүкіл қазақтан өзіңді тауып еркелеп. Жолдардан өттің кім қиғаштар-ау не түрлі, балапан қаздар ата қаз болып жетілді. Сол күннен маған мейірімді жан болып келесің, ауылда жүрген дивана атам секілді. Оңайға шақта жебедің мені әкемдей, парызым жүр ғой, алдыңда жәке өтелмей. Іштарлық мінез адыра қалсы ұлығым, әулие шалды оңбаймыз көкке көтермей. Қастерлеп өткен бос торғайдала ұяны, асылдың қалған ең соңғы болар тұяғы. Әулие шалдан айырылған күн бұл қазақтың, шежіре үйдің сүйегі мәңгі жияды.